Баршаңызға сәлем, сіздермен самса ішіндегі сұрпаны дайындап үйренетін боламыз. Мен YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сол жерден видеоның толық нұсқасын көре аласыздар. Алдымен ұнымызға су, сұйық май, тұз және қопсытқышымызды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Содан соң қамырымызды салафанға салып, 20 минутқа қойып қоямыз. Сол 20 минуттың ішінде арасына салатын қоспасын дайындаймыз. Ол үшін етімізді дәл видеодағыдай етіп турап аламыз. Орнына тартылған етті алсаңыздар болады, бірақ тураған өте дәмді болып шығады. Содан соң құйрық майды майдалап тураймыз, себебі ірілеп турайтын болсаңыздар, кейбіреулер ұнатпайды, дәмі шығып қалуы мүмкін. 3-4 дана пиязды турап жібереміз. Болгар бұрышын қостым, қоспасаңыздар да болады. Қара бұрыш, дәмдеуіш және де зира, дәміне қарай тұзын салып, және кішкене су құйып, жақсылап араластырамыз. Жаңағы қамырымызды алып, 3 бөлікке бөлеміз. Және әрбір бөлігін бір жағын кіші, бір жағын үлкен етіп, 2 бөлікке бөлеміз. Менде 3 дана шығады. Осындай кішкентай бөлігін қақпағының тұтқасы ретінде алып қоямыз. Үлкен бөлігін жақсылап дөңгелектейміз. Содан соң кіші бөлігінде дөңгелектеп аламыз. Бұл бізде жаңағы қақпақтың тұтқасы болып табылады. Мынау кішкентай бөлігі ол бетіне жабатыны. Үлкен бөлігін жақсылап жайып аламыз, қатты жұқа етпейміз, қатты қалыңда болмау керек. Міне үлкен бөлігін жайдық, енді кіші бөлігін жаямыз. Енді үлкен бөлігін алып, осындай тамақ ішетін кесеге саламыз. Жан-жағы түсіп кетпеу керек. Содан соң жаңағы салмамызды алып, беті толғанша салатын боламыз. Кіші бөлігін бетіне қойып, видеодағыдай етіп, жан-жағын бір-біріне біріктіріп шығамыз. Міне біріктіріп болдық. Енді кеседен алып, жан-жағын видеодағыдай қолымыздың көмегімен тағы да осылай әсемдеп шығамыз. Міне дайын болды. Менде 3 адамдық тесто шықты. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, жаңағы қақпағының тұтқасын орналастырамыз. Содан соң күнжіт сеуіп, 150 градуста 40-50 минуттай пісіріп аламыз. Көп уақыт пісіру керек, себебі арасындағы салмасы, яғни еті пісу керек. Міне біздің асымыз дайын, яғни самса ішіндегі сорпа. Дәмі өте керемет болып шықты. Сорпасы да әдемі болып шығып тұр. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болады. Ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Жансая.